Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жаңа жылдық печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолы өте оңай. Жаңа жыл қарсаңында балаларыңызбен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қант қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхитель қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Қамырымызды теңдей қылып екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігіне 2 шай қасық какаомызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Шарттарды здесь формаға келтіреміз және де видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалу жолы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.